Ерсак компаниясының маркетинг жоспарын түсіндіріп өтіп кетейін, жаңадан қосылған партнерларымызға. Қараңыздар, ең бірінші бұл Ерсак компаниясына тіркелу тегін. Тіркелгеннен кейін активация деген болады, активация 2 балдан басталады. Жалпы 1 балл 7700 теңге. Міне көрдіңіз, участник, яғни ол жаңадан тіркелген партнер тіркеледі, активация жасамайды, яғни ол участник болып саналады. Активный участник деген сөз тіркелді, яғни участник болды, кемі 15400 теңгеге тауар алды. Міне қараңыз, 15400 теңге ол 2 балл. Яғни активный участник болу үшін, яғни активный участник деген сөз бұл жерде 2 түрлі участник болу мүмкін. Біріншіден, я для себя, яғни мен өнімдерді өзім үшін қолданғым келеді, сыйлықтармен алғым келеді, немесе карьера жасағым келеді деген адамдарға арналған. Яғни сіз активный участник болғаннан кейін астыңызға адам тіркей аласыз. 10% карьера деген не? 10% карьера деген сөз, сіз тіркелген кезде сізде 2 балл бар. Уже сіздің жеке кабинетіңізде 2 балл бар, сіз тіркелдіңіз. Енді сіз карьера құрғым келеді, табыс тапқым келеді дейтін болсаңыз, онда астыңызға адам тіркеп бастайсыз, немесе өзіңіз тауар сатып алсаңыз да болады. Бірақ бұл жерде бизнес болғандықтан неғұрлым адам саны астыңызда көп тіркелсе, бизнесті құруға, яғни пайда табуға соғұрлым мүмкіндік бар. Сол себепті сіз өзіңіз 2 балға тіркелсеңіз, астыңызға 8 балды адам тіркеу арқылы жинасаңыз, өзіңіз сияқты 4 адамды әкелсеңіз болады, мысалы 8 балға, немесе 2 адам әкелсеңіз болады, немесе тіпті 1 адамды әкелсеңіз болады. Яғни сіз 1 адам әкелдіңіз, ол мысалы 10 балл жасады, сізге уже оның 8 баллы сізге келеді, сіз уже 10% карьераға шығасыз, плюс оның 2 баллы сізге кемі 1535 теңге айлық әкеліп тұрады. Мінекей 1535 теңге деген сөз, сіздің астыңызға жаңадан тіркелген партнер сізге 1535 теңге әкеліп тұратын болады. Содан кейін сіз өзіңіз карьера құрып бастайсыз бұл жерде, Енді қызықты қараңыз, сіздің астыңыздағы адам тағы да адамды әкелсе, тіркеп, өзі тіркесе, ол активный участник болғаннан кейін тірке алады, ол сізге балда келеді, плюс табыс әкелетін болады. Яғни сіздің астыңыздағы адам да сізге адам тіркесе, сізге 1535 теңге келіп тұрады, қандай керемет емес пе? Сосын бізде Ерсак маркетингінде бұл классический маркетинг, яғни бұл деген сөз солнышко дегенді білдіреді. Жалпы маркетингтің бірнеше түрі бар, соның ішінде Ерсакта классический маркетинг, солнышко деген және бинарный деген бар. Бірақ оны біз қазір түсіндірмейміз, просто айтып өтіп кетіп жатқаным. Енді қараңыз, сіз 10% карьераға шықтыңыз, 10 балл жасап, сіздің карьераңыз өшпейді, сіз үнемі 10% жеңілдікпен алып тұрасыз товарды. Плюс сізге астыңызға тіркелген адам кемі 1535 теңге әкеліп тұратын болады, және де ол астына тіркесе, сонымен сияқты оның асты тіркесе. Яғни бұл жерде енді сондай нелер бар. Астыңыздағы адамның ақшалары да, балдары да сіздікі болып саналады. Сонымен қатар бізде 15% деген бар, 15% скидка болады өзіңізде, сонымен қатар кемі 2311 теңге әкеліп тұратын болады сізге тіркелген адам. Сіздің астыңызға тіркелген болсын, немесе сіздің астыңыздың астына тіркелген болсын, ол үшін 30 балл жасалыну керек. 30 баллды сіз жасайтын болсаңыз, адам тіркеу арқылы жасауға болады. Немесе қараңыз, сіз 1 адам тіркедіңіз 5 балға, например, ол адам барды астына 5 адам тіркет 5 балмен. Сіз уже автомат 15%-ға шығып кетесіз. 21% деген карьера бар бізде, ол деген 60 балл жасалыну керек. Жалпы айта кететін жайт, Ерсак компаниясында 200 баллды 2 айда жасауға мүмкіндік береді. Яғни 200 баллды 2 айда жасайтын болсаңыз, сіз 2 айдың ішінде лидерлік статусты жаба аласыз, оған қазір барамыз. Жалпы балдар 2 ай бойына өшпейді. Допустим, сіз 15 баллды 1 айда жасасаңыз, келесі айда 15 балл жасасаңыз, яғни 2 айда сіз 15% статусты жаба аласыз. Десек те енді 21% деген бар, мінекей 60 балл жасалыну керек. Әрбір тіркелген адам сіздің астыңызға кемі 3234 теңге әкеліп тұратын болады. Яғни ол тек қана сіздің өз астыңызға тіркесеңіз. Ал егер де сіздің астыңыз тіркейтін болса, сізге де дәл сондай ақша келіп тұрады. Яғни сіздің новичогыңыз, былайша айтқанда жаңадан адам тіркесе, 27% деген бар бізде. Ол 120 балл жасалынса, сізге кемі 4397 теңге келіп тұрады. Бұл сумалар, негізінде мен алып отқан сумалар 2 балл, яғни сіз кемі 2 балға
тіркесеңіз адамның астына. Ал егер де 5 баллға тіркейтін болсаңыз, сумма басқаша болады, яғни уже 2,5 есе көп болады сумма. Енді қараңыз, 33% бұл бізде лидер деген сөз, қазақша пионер дейді. Яғни лидерлік статусты жабу үшін жаңа айтып кеттім, кемі 2 ай жұмыстану керек, яғни 2 айдың ішінде 200 балл жасалыну керек. 200 балл жасасаңыз, сіз уже лидер боласыз. Лидер болғаннан кейін сіздің астыңызға тіркелген әрбір новичок 2 баллмен, активный новичок, сізге кемі 5082 теңге әкеліп тұратын болады. Ал егер 5 баллмен тіркейтін болсаңыз, 12708 теңге. Мен бұл жерде специально 2 баллдық системаны алып отырмын. Бізде кемі 2 баллға тіркелу керек адамдар. Ескерту, статустар өшпейді, яғни сіз 2 айдың ішінде лидерлік статусты жапсаңыз, сіздің астыңыздағы сол статус өмір бойы қалып қояды сіздің астыңызда. Яғни осылай жұмыс жасасаңыз болады. Бұл жерде маркетинг план, солнышко өте керемет, яғни сіздің астыңызда тіркелген адамдар, сонымен қатар олардың астындағы тіркелген адамдар сізге тиесілі болып табылады. Сұрақтарыңыз болса, жекеге шықсаңыздар болады, немесе группаға қоя берсеңіздер болады. Осы видеодан кейін қазір мен сізге табыстар таблицасын жіберетін боламын.